Бүгінгі тақырыбымыз ықтималдықтар теориясының элементтері, оның ішінде оқиға және оның түрлері. Оқиға деп мағынасы бар, орындалатын немесе орындалмайтын құбылысты айтады. Оқиғаның өзі үшке бөлінеді: кездейсоқ оқиға, ақиқат оқиға және мүмкін емес оқиға. Кездейсоқ оқиға тәжірибе барысында орындалатын немесе орындалмайтын оқиға. Ал ақиқат оқиға дегеніміз тәжірибе барысында міндетті түрде орындалатын оқиға. Ал мүмкін емес оқиға тәжірибе барысында, яғни берілген жағдайда орындалмайтын оқиға. Кездейсоқ оқиғаның ықтималдылығы 0 мен 1-дің арасында, ал ақиқат оқиғаның ықтималдылығы 1-ге тең. Мүмкін емес оқиғаның ықтималдылығы 0-ге тең болады. Оқиғаны белгілеу үшін А, Б, С және де басқа да әріптерді қолданамыз. Мына мысалдарды қарастырып, осының ішінде оқиғаның түрін ажыратайық. Таңертең жаңбыр жауады. Бұл бізде кездейсоқ оқиға болады. Өйткені таңертең жаңбыр жаууы да мүмкін, жаумауы да мүмкін. 9-шы сынып оқушылары алгебра пәнін оқиды. Бұл бізде ақиқат оқиға. Шыршада алма өседі. Бұл бізде мүмкін емес оқиға. Телефон соққан кезде абонемент бос болмады. Бұл бізде кездейсоқ оқиға. Телефон станциясына тәулік бойы түскен қоңыраулар саны 1000-нан асады. Бұл бізде кездейсоқ оқиға. Оқиғаның өзін және де тағы да элементар оқиға немесе элементар емес оқиға деп бөлуге болады. Элементар оқиға дегеніміз бірнеше жай оқиғаларға бөлуге болмайтын оқиға. Мысалы, ойын сүйегін лақтырған кезде 4 сан түсті. Бұл бізде элементар оқиға болады. Себебі бұны әрі қарай бөле алмаймыз. Ал ойын сүйегін лақтырған кезде жай сан түсті десек, онда біз оны әрі қарай бөле аламыз. Мысалы, жай сандардың ішінде 2 сан түсуі мүмкін, 3 сан түсуі мүмкін, немесе 5 сан түсуі мүмкін. Сондықтан бұл оқиғаны біз элементар емес оқиға деп атаймыз. Қолайлы нәтиже күтілетін оқиғаны, беретін нәтижені, тәжірибе нәтижесін айтамыз. Яғни, сыныпта 25 оқушы бар. Олардың 17-сі ер бала. А оқиғасы: кездейсоқ таңдап алынған оқушы ер бала болсын. Онда А оқиғасының қолайлы нәтижесі бізде 17-ге тең. Өйткені бізде ер балалар 17-ге тең болды қолайлы. Тең мүмкіндікті нәтижелер, яғни мүмкіндіктері бірдей болатын тәжірибенің нәтижелері. Мысалы, ойын сүйегін лақтырған кезде 1 цифры түсті. Ойын сүйегін лақтырған кезде 2 цифры түсті. Немесе ойын сүйегін лақтырған кезде 3 цифры түсті деп алатын болсақ, бұл цифрлардың түсуі, яғни тең мүмкіндікті болып табылады. Өзара қарама-қарсы оқиғаларға мысал келтіретін болсақ, ату барысында нысанаға тигізу және де ату барысында нысанаға тигізе алмау. Бұл екеуі өзара бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Яғни, А оқиғасы орындалмағанда ғана орындалатын А түйіндесі оқиғасы А оқиғасына қарама-қарсы оқиға деп аталады. Ақиқат оқиғаның белгіленуі У, ал мүмкін емес оқиғаның белгіленуі В. Ақиқат оқиғаның түйіндесі, яғни қарама-қарсы, ол мүмкін емес оқиға. Ал мүмкін емес оқиғаның қарама-қарсы ол ақиқат оқиға болады. Бүгінгі тақырыбымыз осы, әрі қарай есеп шығаратын боламыз.